Siz aytқан шалған жеріңізге келдік. Ассаламу алейкум. Қандайсыңар? Жақшыбы? Туғандар, қараңыздар, тағын сіздерге бір өте Москвадан қайырлы туғандар. Шул Москваның ішіндегілер, Россия, Новосибир, Магадан туғандар. Шул кешеге Хамзаттың орысыдан туғандар. Шул бір үй биледі, екі бала баққан туғандар. Егерде кейін ашыл Қырғызстанның қайсы облыстан болады, қайсы шаардан болады, қайсы жерден болады туғандар көргендер болса, сіздерден сұраныш мына қараңыздар. Өзім көріп, өзімнің жүрегім шыдастап тұрған болса, шул орғасы. Мен болса мына қараңыздар, мына шул екі жаш баланы қараңыздар. Хамзат менен Арсланның орысындай бірдей ұрғандар туғандар. Өзгенің қайырдан болсыздар? Салам алейкум. Атыңыз кем? Асан, өзгендің туғандар, өзгендік туғандар. Жоқ дегенде өмірбек бір баламыз құттап қалайын деп туғандар шул жерде бізге қайырғандан, бізде келіп туғандар. Өзіңізден көргенден көріп, көзім шыдабастан отырам шул жерде. Барлығына сіздерге шул Асанбайке өзі дағы түсіндіріп келсе керек. Асанбайке қандай болғанда орын менен қандай болып жатқан нәрсені айтып берсеңіз. Ошо Хамзалардын орусундай ооруйт. Булар деле кичинекейинен. Биз мына кичине немесин чоңубузду өчүштүрүп алганбыз. Чоң же өтүп кеткен деп айтасыз. Кудайым буйрса ондай дерең, мынаны сактайбыз, баардыгын сактайбыз, Кудай кааласа. Ошентип айтышкан азыр. Жакшы. Мени ушу кыргыз эли менен кайрылып кетет элем. Ушул балдарыма кайдыгер карабай аз болсо дагы жардам берип коюштан сурап кетет элем. Шул видеону группага бөлүшүп коюңуздар. Бар группага шу бүгүндөн баштап тугандар. Аракет кылайлык. Өзгөн элим келиңиздер, бир штабка келип туруп, метро Шолковский, Осиге келиңиздер. Ушул жерде бир жардам берип берекчи. Бакеге, Асанбайкеге. Асанбайке көп ойлонмоң, Кудай кааласа, биз барбыз, кыргыз элибиз бар. Ар бирибизге 50 сомдон болобу, 10 сомдон болобу, 1 сомдон болобу тугандар келиңиздер, жардам беришиңиздер. Биз өтө күтөбүз. Жардам бере албасаңыздар тугандар, ушул видеону группага тараткызып туруп, барынча бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен Асанбайке, алар кимдерди булат? Бекдөлат, ким атыңыз? Даниэл тугандар. Шул байыркы менен өзүбүздүн балабызды сактап калайлык тугандар. Ушунда сизге канча акча керек болуп атат? Бизге азыр ушу балдардын леченияларына ушу 9 миллион акча керек болуп атат. Ушу кыргыз эли менен суранып кетет элек, ушу балдардын лечениясына колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздар. Орозо күнүндө кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бизден кайтпаса, Алла Тааладан кайтсын. Негизим карапайым калкым ушу эки балабызга ушу жардам беришиңиздерди абдан суранып кетемин. Орозонун күнүндө, 2 күнүндө ушу жака чейин келдик. Биз ушул колдон аябай үмүттөй чоң үмүт менен турабыз азыркы учурда. Бизге да ушу кайрымдуулук кылышыңыздарды, ушу 5 колуңуздардан келишинче 5-10 сом болсо дагы топтогонго жардам берсеңиздер абдан. Тугандар, шунун орусу дагы Хамзаттын орусу кандай оору болсо ушундай оор экен. Бир үй бүлөдө тугандар, 2 баланы сактап калайык тугандар. Келиңиздер, барынча группага бөлүшүп, 1 сом болсо дагы, 10 сом болсо дагы, колуңуздарда чөп болсо дагы группага бөлүшүп коюңуздар. Сиздердин эң күчтүү жардам ушул. Өзгөн элди келиңиздер, бир жакшы жардам бериңиздер. Ушул бир үй бүлөдөгү 2 нерсени сактап калайык.